Сәлем достар, біз бүгін арықтауға арналған немесе тамақты жақсы қорытуға арналған сусын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет болатыны имбирь, мед, бал, көк шай және де жалбыз. Жаз мезгілінде жалбызды сатып алып кептіріп қойсаңыздар, соны қосуға болады, немесе дәріханаларда сатылатын мінекей осындай пакеттегі жалбыз шайын алсаңыздар болады. Ең бірінші біз графинімізге жалбызды және де көк шай жартысын қосамыз. Және 2 ас қасық көлемінде бізге бал қажет болады. Мінекей бізге осы бал жеткілікті. Келесі кезекте бізде имбирь. Имбирімізді біз ұсақ теркадан өткіземіз. Имбирдің бізде қасиеті ол зат алмасу процесін тездетеді, метаболизм деп айтамыз. Бірақ имбирді қайнатуға болмайды, ол барлық өзінің қасиеттерінен айырылатын болады қайнаса. Сол үшін біз жай ғана ыстық суға 1-2 сағатқа ыстық су құйып қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің барлық имбиріміз теркаға жабысып қалды. Келесі кезекте біз осы қоспаларымыздың үстіне ыстық су құйып қоямыз. Мінекей достар, осылайша суығанша қойып, одан кейін тамақтан кейін ішіп алсаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.